діни білім тек қана арабтарда ғана деп айта алмаймын. Интернетте Құран оқып үйрен, не тегін медресеге кел деген жарнамалармен мұндалап тұр. Бұл деструктивті ұйымдардың ісі. Экстремистер діни атауларды теліп алып шетелдегі бейресми марказдарға адам тартуда. Дінді түсінбеген жастарымыз шетелдерден тыңдап, еліктеп, ерегісіп, ол бүлік. Ессіз, көзсіз, жат дүниеге еліктеушілік білімсіздердің ісі. Соңғы бір ғасыр таяу шығыстың басынан қара бұлт арылмай-ақ қойды. Түрлі деңгейдегі қақтығыстар созылмалы аурудай, емі жоқ. Әлемдік қауымдастық жұмылып, тыныштық орнатқандай болады. Бірақ алпауыттар арасындағы қырғи қабақ соғыс аяқ асты ушығып, түрлі формада көрініс табады. Ойыншылардың саны артып жатыр. Әрқайсы ел өзінің мүддесін өткізу үшін, өзінің экономикалық жағдаятын жақсарту үшін, өзінің ұпайын арттыру үшін неше түрлі қиянаттарға барып жатыр. Барлау қызметтерінің саботажы, ойындары, диверсиялар деген нәрсе еш жойылған жоқ. Таяу шығыс елдерін алыңыз, қиыр шығыс елдерін алыңыз. Бұл жерде болып жатқан үдерістер, сепаратистік қозғалыстарға ақша салынып жатыр. Неше түрлі террористік, анархистік топтарға ақша салынып жатыр. Ұлттық азшылықтардың басын көтеріп, оларды діни немесе басқа да оларға жалау беріп, ту беріп, өз мемлекеттеріне, қоғамдарына қарсы ойып жатқан жағдайды көріп отырмыз. Сондықтан жағдай тек күрделеніп жатыр. Экономикасы әлсіз, әлеуеті тұрақсыз елдердің саясатына сырттан келетіндер көп. Тұрақтылыққа сынақ ағатын күштер сан алуан әдісті қолданады. Бейресми марказдар сондай саяси топтардың қолшоқпары. Дін тек құрал. Экстремизм идеологиясы өзекті тақырып. Қате түсініктің салдарынан өзге мұсылмандарды бидғат әрі күпірлікпен айыптайтындар көп. Тіпті мұсылмандарға қару кезеніп, басшыларына қарсы шығады. Салдарынан ислам туралы жағымсыз пікір қалыптасады. Адасушылық діни білімді сенімді ресурс не ресми оқу орындарынан алмағандықтан болады. Бейресми марказдағы адамдар бір-екі кітапты оқып алып, жастарды теріс жолға бұрады. Діни мәтіндерді қате түсіну, қате пайымдауға себеп. Пайғамбарымыз сол қате пайымдаумен күрескен. Қазір ағымдар астарлы насихатқа көшті. Радикалды идеологтар интернетте аш бөріде анталап, екі көзі қанталап, аңқау елге арамзалығын тықпалап отыр. Мысыр және Түркиядағы бейресми марказдарына үлкенді де, кішінді тартып әлек. Қазақстанның өзінің интернеті болмаса, Қазақстанның өзінің әлеуметтік желісі жоқ. Біз әлемдік ақпарат кеңістіктің бір бөлшегіміз. Барлық ақпарат көздері, оның әлеуметтік желілердің бәрі толыққанды қарастырылып зерделеген кезде бізде ұстаздар болмаса, оның ішінде шетел азаматтарын біз кездестіреміз. Кез келген ақпарат бұғаттау, болмаса шектеу оңай жұмыс емес. Өкінішке орай, ол мысалы біздің берген ұсыныстарымыз бәрі қабылдана бермейді. Өйткені ол белгілі бір деңгейде шетелдік ақпарат көздері, бірақ мүмкіндігінше біз өзіміздің құзыретіміздің шегінде тиісті жұмыстарды атқарып жатырмыз. Яғни заң шеңберінде, заң аясында. Радикалдарға тиесілі заңсыз марказдар көп жағдайда үлкен шаһардың шеткері аймағында орналасады. Бұл кадрлар сондай орталықтардың бірінде таспаланды. Жеткіншектердің көбі орталық Азияда жиналған. Ойын жасындағы балалардың көзінде мұң, қорқып қалған. Жаппай діни кітап ұстап, бір нүктеге телміріп, үздіксіз күбірлейді. Тілге тиек етер жайт көп баланың денесін жара басқан. Соққы іздері де бар. Жеткіншектер жертөледегі аядай бөлмеде күнелтуде. Жата жастана оқитын оқулықтарының авторы кім? Нені дәріптейді? Бастысы бұл балалардың ата-аналары қайда? Әдеттегідей сұрақ көп. Бұл суреттер бір қарағанда күдік тудырмауы мүмкін. Кіл жас балалар қалың орманда жүр. Посткеңестік елдерде жарылыс жасаған атақты лаңкестердің де дәл осындай суреттер бар. Бұл жай ғана сәйкестік пе, әлде сол баяғы сценарий ма? Ескертеміз, бейресми марказдар террористік ұйымдарға адам тартатын арналардың бірі.
арабский курс деген орталықтар деген екінің бірі ашылады ғой. Сондай орталықтарды оқып жаңағындай Сирияға кетіп қалғандар көп. Сол жақтан таза барады. Жаңағы ол жерде аңдып отыр ғой. Негізі бұл әлемдік жүйе ғой. Ол былай айтқан кезде жастарды теріс ағымға алып кету деген арнайы бағдарламалар бар олардың. Мемлекет мойындалмаған, рұқсатымен ашылмаған жерлердің барлығында ол 80% бүлікке жақын деген сөз. Өйткені оның мемлекеті оны қолдамаған. Мысалы, Мысырға барып, Алиасқар университетінде оқып келгендердің ішінде бір жаңағындай бүлікке жақын, әйтпесе бір теріс ағымға бір шығарып атқан адамдар жоқты. Араб елдерінде тіл үйрететін орталықтарды марказ, худжра деп атайды. Көбі жеке қорларға тиесілі. Сондықтан мемлекет бақылай алмайды. Бейресми болғандықтан мұндай орталықтардың өз саясаты, мүддесі бар. Мәселен, таяу шығыста діни ахуал ушыққанда марказдағы жастар халықаралық террористік ұйымдарға жақтасты. Бұл бірнеше жыл саналарға құйылған деструктивті идеологияның жемісі. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары халықтың діни сауатын ашу емес, мемлекет іргесін нығайту басты мәселе болды. Елде рухани азық таппағандар Мысыр, Түркия, Пәкістан, Ауғанстанға қарай ауды. Сол толқын деструктивті идеологияны жұқтырып, ұлттың болмысын бұзды. Бұл тенденция әлі тоқтамады. Керісінше жаңа қарқынмен күш алды. Жастар жік-жікке бөлініп, әркім өз шейхін қорғап, өзгелерді қарғап түрлі бүлікті бастады. Сауд Арабияның өзінде, мысалы дейік, әртүрлі шейхтен оқығандардың белгілі жерде пікірлер қайшылық болды. Мысырда да солай, Түркияда солай. Оқыған кітабы бір, кітабы Таухид, Мұхаммед бин Абдул-Вахабтың кітабы. Бірақ ұстанымдары түрлі. Біреуі сәләфиліктің ішіндегі матқалитті ұстайды, біреуі сәләфиттің ішіндегі суруритті ұстайды, біреуі сәләфитпен дейді, бірақ та такфирлік пікірде тұрады. Сол үшін олардың басы да бір қазанға сыймайды. Әуезді уәдеге иланатындар әлі де бар. Деструктивті идеологияға бүйрегі бұрған жерлестеріміз жалған анықтама жасап, кәмелет жасқа толмаған балаларын марказдарға өткізіпті. Қазір әр факті жіті тексеріліп жатыр. Заңсыз марказдардың бағыты дәстүрлі исламдық ұстанымдарымызбен үйлеспейді. Ханафилік мазхабқа қарсы. Жат идеологияны дәріптеу арқылы дәстүрімізді мансұқтайды. Ұлттың тарихын жадымыздан өшіруге тырысады. Құдай ұрам деген жігітті түйе үстінде ит қабар дейді ғой. Өздері бір оқыған не медресесі, не оқыған бір бакалавр несі діни сауаты жоқ, бір мазхабты толығымен білмейді, дінді де білмейді, әдет ғұрыпты да білмейді, тарихты да білмейді, дәстүрді де білмейді, бұл елдің амандығын да білмейді, саясатты да білмейді, еш нәрсені білмейді. Соған жаңағы әркімнің сөзіне еріп не жүреді. Әр елдің, әр мемлекеттің өзіне діни басқармасы бар. Бүкіл облыстарға фатуаны өкілін қойдық. Мына фатуа сұрақ жауаптарымен телефонымыз бар, сайтымыз бар. Елімізде діни білім берудің озық үлгісі қалыптасты. Ислами білім беру жүйесі 5 деңгейде қызмет атқарады. Діни сауат ашу курстары, қарилар дайындау орталықтары, медресе колледждер, білім жетілдіру институты және Нұр Мүбәрак университеті. Діни интеллект саласында университет ашты. Нұр Мүбәрак университетін ең бір үлкен қол жеткен жетістік. Ол университетте бүгінгі таңда 21 Алиасқар академиясының профессорлары сабақ береді. Бұндай университет орталық Азияда теңдесі жоқ. Біздің жаңағы кадрлық саясатымызды оңынан шешіп отырған үлкен қара шаңырақтың оқу орны, жоғарғы оқу орны. 9 медресе аштық. Ол медресенің қазіргі таңда 6-ы колледж статусына ие болды. Исламтану мамандығы бойынша түлектерді шығарады. Жастар әуелгі фундаментін, әуелгі бастапқы діни сауатын Қазақстаннан алғаны жақсы. Ханафи мазхабында, Матуриди сенім мектебінде болған азаматтардың пікірлері барлық бір жерден шығады. Неге? Оқылған кітап, ұсталатын жаңағы мазхаб барлық бір болғанда, ол пікір бір жерден шығады. Дін мен мемлекеттің түйісер жері елдің тұтастығы және қоғам қауіпсіздігі. Сондықтан екі тараптың өзара бірігіп әрекет ететін кеңістігі, құқықтық тетіктері нақтыланған. Сенім әр адамда болады, бірақ сенім сұрақтарында шектен шығу, ессіз, көзсіз, жат дүниеге еліктеушілік білімсіздердің ісі.
Осы сәтте Абай атамыздың әуелде бір суық мұз ақыл зерек атты өлеңіндегі ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек деген жолдары ерексіз есіме түсіп отыр. Абай атамыз біреуінің күні жоқ біреуінсіз, ғылым сол үшеуінің жөнін білмек деп аяқтайды. Яғни білімсіздер бойында осы үш қасиеттің кейбірі шектен шығуына, не болмаса жеткіліксіз болуына, соған сәйкес білімсіздің күнін кешуіне байланысты әртүрлі ағымдардың топтарының жетегіне кетіп жүр деп ойлаймын. Маңғыстау облыстық дін істері басқарма ақпараттық түсіндіру жұмыстарын күшейтті. Үй-үйді аралап, әлеуметтік желіде тынбай пайдалы ақпараттар атады. Құзыретті органдармен бірлесіп, шетелдік марказдардан бірнеше баланы елге қайтарды. Жеткіншектердің ата-аналарына айыппұл салынып, қатаң ескерту жасалды.